Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мен Ақсұлу Шынболатқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы халық санағы туралы не білеміз деп аталады. Ал осы тақырып аясында біздің меңгеретін оқу мақсаттарымыз тыңдалым бойынша әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну, айтылым бойынша кесте, диаграмма, шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып бағалау. Яғни біздер бүгін тыңдалым мәтінін тыңдап, диаграммамен жұмыс жүргіземіз. Сабаққа дайынсыздар ма? Ал енді бастайық. Жалпы биылғы жыл 2020 жылы елімізде халық санағы өтеді. Ал енді осы халық санағы дегеніміз не? Ол қалай өткізіледі? Және халық санағы арқылы біз қандай мәлімет аламыз? Осы сұрақтардың барлығына тыңдалым мәтінінде жауап алатын боласыздар. Ал енді мәтінді тыңдамай тұрып, біздер жаңа сөздермен танысып алайық. Экрандағы суреттерге назар аударайық. Сіздер диаграмма немесе кестеде қандай да бір ақпараттарды суреттеген кезде белгілі бір сөздердің қолданылатынын білесіздер. Мысалы, белгілі бір зат бойынша немесе мәселе бойынша сандар, көрсеткіштер өскен кезде оны біздер өсті, дамыды, артты деп қолданамыз. Ал егер сандар, көрсеткіштер өзгермесе, онда бір қалыпты өзгеріссіз деп айтамыз. Ал егер сандар мен көрсеткіштер төмендесе, тым аз болса, онда түсті, құлдырады, төмендеді деген сөздерді пайдаланамыз. Ал енді осы сөздердің қолданылуын келесі мысалдардан қарап көрейік. Суретке назар аударайық. Сіздерге диаграмманың суреті берілген. Оның жоғарғы бұрышында тез арту, ұдайы өсу, баяу, даму деген тіркестер берілген. Яғни біздер көрсеткіштердің тез өссе, немесе біртіндеп өссе, осы сөздерді пайдаланады екенбіз. Тез артты, ұдайы өсті, баяу, дамыды. Ал енді диаграмманың төменгі бұрышына қарасаңыздар, күрт төмендеу, тез құлдырау, біртіндеп түсу деген сөздер берілген. Бұл, яғни көрсеткіштер мүлдем азайған жағдайда, көрсеткіштер мүлдем төмен санға ие болған жағдайда, біздер осы сөздерді қолданады екенбіз. Ал егер көрсеткіштерде ешқандай өзгеріс болмаса, бір қалыпты өзгеріссіз деп айтады екенбіз. Ал енді оқушылар, мәтін тыңдауға дайынсыздар ма? Сіздерге экранға мәтін берілді. Мәтіннің ішінде кейбір сөздер жоқ екен. Сіздер мәтінді тыңдап отырып, осы сөздерді табуларыңыз қажет. Енді мәтінді мұқият тыңдайық. Мен сіздерге мәтінді оқимын, ал сіздер жауабын жазып отырасыздар. Дайынсыздар ма? Бастаймын. Халық санағы белгілі бір кезеңде бүкіл елдің халқы туралы ақпарат жинау мақсатында өткізілетін жалпы мемлекеттік статистикалық шара. Халық санағында сол аумақтағы халықтың саны, құрылымы, әлеуметтік экономикалық жағдайы туралы ақпарат жиналады. Жер шарында халық алғашында өте баяу өскен. Халық санына табиғи апаттар, жиі болатын соғыстар және әртүрлі жұқпалы аурулар әсер еткен. Халық саны 20 ғасырда күрт артты. Мысалы, 1930 жылы 2 миллиард адам болған екен. Ал 1962 жылы 3 миллиардқа өскен. 1976 жылы 4 миллиард болса, 1987 жылы 5 миллиард болған екен. Ал 1999 жылы 6 миллиардқа өсіп, 2011 жылдың қазан айында 7 миллиардқа да жетті. Халық санының мұндай күрт өсуін демографиялық жарылыс деп атайды. Жалпы, халық санағы Біріккен ұлттар ұйымының ұсынысы бойынша әрбір 10 жыл сайын жүргізілуі керек. Қазақстанда халық санағы кеңес дәуірінде әрбір 10 жыл сайын жүргізілген екен. Тәуелсіздігімізді алғаннан кейін 1999 жылы халық санағы өткізілді. Кезекті халық санағы 2009 жылы жүргізіліп, халық саны
16 миллион 196 мың 180 адамға жеткенін көрсетті. Қазақстан Республикасының 2018 жылғы көрсеткіші бойынша орташа жас ұзақтығы 69 жас. Әйелдерде 74, ер адамдарда 64 жасты құрайды. Адамзаттың үздіксіз жаңарып, ауысып отыруын қамтамасыз ететін туу мен өлу, табиғи өсу көрсеткіштерінің жиынтығын халықтың ұдайы өсуі деп атайды. Оқушылар, белгілеп үлгердіңіздер ме? Бірінші жауап – ақпарат жинау. Екінші – жағдайы. Үшінші – баяу. Төртінші – күрт. Бесінші – өсуін. Алтыншы – ұсынысы. Жетінші – адамға. Сегізінші – көрсеткіші. Тоғызыншы – ұдайы. Жауаптарыңыз дұрыс болды деп есептеймін. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Сіздерге диаграмма ұсынылып отыр. Бұл диаграммада 1959 жыл мен 2009 жыл аралығындағы қала мен ауыл халқының өсімі көрсетілген. Экранға назар аударайық. Қай кезде күрт өскен екен, қай кезде азайған екен, қай кезде теңескен екен. Осы нәрселерді мұқият қарап шықсаңыздар. Енді сіздерге мынадай тапсырма. Мен осы диаграмма бойынша үлгі ұсынып отырмын. Үлгіде етістіктерге байланысты бірнеше жауап нұсқасы бар. Сіздер осы үлгімен танысып отырып, ішіндегі дұрыс жауапты таңдайсыздар. Мысалы, бұл диаграммада 1959 жылы және 2019 жылдың аралығындағы қала мен ауыл тұрғындары туралы ақпарат берілген. Елімізде барлық тұрғындар саны 1959 және 89 жылдар аралығында күрт өскен бе, әлде баяу өскен бе? Диаграммен салыстырайық. Одан кейін, ал 1999 жылы керісінше көрсеткіш күрт төмендеді ме, әлде өзгеріссіз бе? Диаграммадан бұл жауапты тауып алайық. Одан кейін, қала тұрғындарына тоқталар болсақ, 1989 жылға дейін ұдайы артып отырды. Ал 1999 және 2009 жыл аралығында қала халқының саны төмендеді ме, әлде бір қалыпты болды ма? Соңғы абзац. Алайда ауыл халқының саны 1959 жылы жоғары болғанымен 1990 жылға дейін төмендеп, 2009 жылы қайта азайды ма, әлде өсті ме? Жауаптарыңызды диаграммамен салыстырып тексеріп алыңыздар. Сонымен, еліміздің тұрғындар саны 1959 және 1989 жылдар аралығында күрт өскен екен, ал 1999 жылы керісінше көрсеткіш күрт төмендеді. Келесі жауапты салыстырайық. 1999 жыл мен 2009 жыл аралығында қала халқының саны бір қалыпты болды. Алайда ауыл халқының саны 1959 жылы жоғарғы болғанымен 1999 жылға дейін төмендеп, 2009 жылы қайта өсті. Яғни біз диаграммалардағы сандарды, көрсеткіштерді сипаттаған кезде оның өсімі немесе азаюы туралы осы етістіктерді пайдаланып сипаттайды екенбіз. Енді бүгінгі сабақтың жаңа сөздерін тағы бір рет қайталайық. Өсу, даму, арту. Егер көрсеткіштер жоғары болса, ал егер өзгермеген болса, бір қалыпты, өзгеріссіз. Ал егер сандар азайған болса, түсу, құлдырау, төмендеу деген сөздерді қолданамыз. Құрметті оқушылар,
сабаққа қатысып, белсенді болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі сабаққа дейін қош сау болыңыздар.